2020 жыл Григориандық күнтізбе бойынша келесі 10 жылдықтың ең алғашқы жылы. Жыл сәтсіз басталса да айта кету керек. Осы жылы инженерлік және ғылыми салаларда оған қоса политикалық бедерлерде үлкен және пайдалы жаңалықтар бізді күтіп тұр. Бәріңіз де естіген не көрген боларсыздар. Иранның генерал өлімінен кейін күрт үлкен соғыс басталып кете жаздады. Австралиядағы орман өрттері осымен бірнеше ай бойы әлі сөнбей жатыр. Қытайда бұрын соңды кездеспеген жаңа вирус түрі пайда болып, жақында бір адам осы вирус түрінен қайтыс болды. Осының барлығы тек қаңтар айында орын алған оқиғалар. Бірақ мен сіздерді оптимист болуға шақырамын. Сондықтан 2020 жылдың ең алғашқы видеосын 2020 жылы орын алайын деп жатқан немесе күнтізбеде тұрған нәрселерді талқылап көрумен бастауды жөн көрдім. Сонымен 2020 жылы жапондықтар айда роботтарға арналған база салуды қаржыландыруды бастауы мүмкін. 2,2 миллиард доллар тұратын бұл база солтүстік полюске жақынырақ салынатын болады. Полюске жақынырақ салу арқылы базаны толықтай күннен энергия тұтынатынына еткілері келеді. Яғни база толығымен күн панельдерімен жабдықтандырылатын болады. Жапония күн жүйесін одан әрі зерттеу үшін айда база салуды бастау өте қажетті нәрсе екенін түсінеді және қаржылай қиындықтарға байланысты басқа да ғарыш агенттіктерімен бірге жұмыс жасауға қарсы еместіктерін білдірді. Ал 31 қаңтар күні Ұлыбритания мен Гибралтар Европалық одақтан шығуға әрекет жасайтын болады. Ұлыбританияның бұл бастамасы Брексит деп аталып кеткенін білетін боларсыздар. Европалық одақты құруда Ұлыбритания көп рөл атқарғанымен соңғы 10 жылдықта Ұлыбритания парламентінде одаққа қатысты қарсылықтар пайда болуда. Корольдіктің жаңа басшысы Борис Джонсон Европалық одақтан нақты түрде осы жылы шығуды көздеуде. Өйткені оған дейінгі басшылары Кэмерон мен Тереза Мэй уақыттарында бұл процесс шеттетіле тұрған болатын. Сонымен неліктен Ұлыбритания Европалық одақтан шыққысы келіп жатыр? Ең басты себеп экономика. Европалық одақтың экономикасы 5 елдің қолында. Ал Ұлыбритания болса одақтың ең ірі мүшелерінің бірі болып саналады. Ұлыбритания одақтың кедей мемлекеттеріне көмектесу басқа да ақшалай салымдар арқылы өз мемлекетіне пайда әкелдіре алмауда. Мысалы 2016 жылы Ұлыбритания Европалық одаққа 13 миллиард фунт ақша құйып, тек 4,5 миллиард фунт қана қайтарып алды. Бұл үлкен жоғалту, ал Европалық одақтан Ұлыбритания шықса, одақ ең үлкен салымгерінен айырылатын болады. Оған қоса дәл осы жылы Америка құрама штаттарында президенттік сайлау болады. Егер Дональд Трамп осы жолы тағы да жеңетін болса, екінші мерзіміне тағайындалады. Айта кету керек, Дональд Трампқа қарсы қарсыластары да осал емес. Джо Байден ақш-тың екінші адамы вице-президенті. Сарапшылардың көбісі демократтардан шығатын Джо Байден командасы республикандықтардың Дональд Трампына қарсы тұра алатындарын айтуда. Ал Майкл Блумберг болса, ол да тағы бір кандидат, Дональд Трампты тақтан кетіру үшін барын салатынын айтуда. Майкл Блумберг Forbes журналы бойынша әлемдегі ең бай 10 адамның бірі. Сайлау 2020 жылдың 3 қарашасына жоспарланған. Политиканы қоя тұрайық, осы жылы Марс 2020 зонды Марсқа аттануды көздеп отыр. Бастапқыда 1,5 миллиард доллар тұрған бұл жоба кейінірек жаңа аппараттармен байытылып, құны 2,1 миллиард долларға дейін өскен болатын. Оған қоса минимум 300 миллион доллар марсоходты бақылап, қадағалап отыруға кететін болады. Марсоходтың негізгі міндеті астробиологиялық миссиялар болады. Марстың тарихын зерттеу, бүгінін қарау, зәр организм өсеме немесе өсіруге болама, соның барлығын зерттейтін болады. Осы жылдың шілде айында Атлас 5 ракета тасығышымен ұшырылатын болады. Сонымен қоса бұл марсоход Марстың бетіне қонатын 14-ші объект болмақ. Осыған дейін тек ақш-тың жасанды аппараттары ғана Марсқа сәтті қонып көрген болатын. Тіпті осы марсоход бұрынғы Curiosity-ден де көп жетістіктерге жететін болады деп болжануда. Ал барлығын уақыт көрсетеді. Алайда тек қана NASA өз марсоходын Марсқа жіберейін деп жатқан жоқ. Осы жылы көптеген мемлекеттер Марсқа ұшуға білек сыбанып отыр. Оның себебі Марстың траекториясында. Дәл қазір Марсқа өте қысқа жолда жетуге болатын кез болып тұр. Біріккен Араб Эмираттары HIIA жапондық ракета тасығышы арқылы Марсқа миссия жібергісі келіп жатыр. Ал қытайлықтар болса Чанчан 5 ауыр ракета тасығышы арқылы Марсқа өздерінің ең алғашқы марсоходтарын жіберуді көздеп отыр. Бәріңізге белгілі Роскосмос пен Европа ғарыш агенттігі де шетте қалып тұрған жоқ. Олар бірлескен ExoMars 2020 марсоходы осыған дейінгі алып денесіне қарамастан
ең жеңіл марсоходтардың бірі болып саналады. Айтылған барлық дерлік марсоходтар жаз айларында ұшырылатын болады. Егер осы марсоходқа қатысты қызықты жаңалықтар табылып жатса, біз сіздерге дереу естіртіп отыратын боламыз. Оған қоса каналдан осы марсоходтардың ұшырылымын тікелей эфирден сізбен бірге бақылауға ұсыныс бар. Өз пікіріңізді пікірге қалдырып кетіңіз. 2020 жыл дегенде Артемис 1 миссиясын айтпауымыз ұят болар. Артемис 1 миссиясы осы жылы айға Орион кемесі арқылы аттанатын болады. Дәл осы Артемис 1 миссиясы айға адам апарудың алғы шарттары болып отыр. Өйткені миссияның негізгі мақсаты Орион кемесінің сыртқы қабаты ай атмосферасына құлауға әзір ме, кеме ішінде адам отырса, адамға қауіп бола ма жоқ екендігін тексеретін болады. Оған қоса болашақта айға апаратын космонавтардың жилеттерін радиациядан тестілеп көретін болады. Ол үшін арнайы манекендерге кигізетін болады. Егер миссия өте сәтті аяқталатын болса, Артемида 3 миссиясы 1972 жылдан бері бірінші рет адам аяғын айға қондыратын болады. Бірақ бұл тек 2024 жылы ғана орын алатын болады. Оған дейін ай толық зерттеліп болып, жилеттер сынақтан өтіп, адам сәтті барып келе алатындай жағдайлар туындайды деп үміттенеміз. 2020 жыл қызықтарға толы болайын деп тұр. Біз сіздерге онсыз да білетін Евро 2020 футбол жарысын немесе Токиода өтетін Олимпиада туралы айтпадық. Оны онсыз да теледидардан немесе интернеттен тауып көріп ала аласыздар. Ал мына жаңалықтарды естімей өтуіңіз де мүмкін. Сонымен видеомыз аяғына жетті. Келесі видеоларда жүздескенше.